Сәлем балалар! Бүгін біз аспандағы ай мен күн туралы сиқырлы ертегіні тыңдаймыз. Бастайық. Баяғыда, аспан әлемінде екі жақын дос өмір сүріпті. Ай мен күн. Күн күнді жылуын сыйлап, бүкіл әлемді нұрға бөлеп жүреді екен. Ал ай түнде аспанға шығып, жұлдыздарға еріп, адамдардың тәтті ұйқысын күзетеді. Бірақ олар бір-бірін сирек көріпті. Сол үшін де екеуі бір-бірін сағынып, хат жазып тұрыпты. Бір күні күн: «Ай, неге біз бірге аспанда жарқырай алмаймыз?» деп сұрапты. Ай күлімдеп: «Біз әртүрлі уақытта шыққанмен, адамдардың өмірінде екеуміз де маңызды рөл ойнаймыз. Сен жарық пен жылу сыйлайсың, мен тыныштық пен тынығу әкелемін», деп жауап беріпті. Содан бері күн мен ай бір-бірін сыйлап, әрқашан достықтарын сақтап келеді. Міне балалар, ай мен күн ешқашан кездеспесе де бір-бірін жақсы көреді. Себебі нағыз достық арада қашықтық болса да жүректен кеппейді.